Естеріңізде болса, мен осыдан 3-4 күн бұрын айтқам Қазақтелеком дивидендтер туралы. Сол жерде дивиденд фиксациясынан кейін үлкен дивидендтің көп болады деп жорамалдағанбыз. Соны қарап отырсаңыздар, шынымен келіп отыр. Бүгінгі күнмен қарасақ, міне месячный көрсеткіштер. Кеше ғана бағасы 60-тан асып 64-ке жақындап қойды. 58-59 болып тұрды. Сосын бүгін көрсеңіздер, баға 40 мыңға түсті. Алпыстан 40 мыңға түсті, 20 мыңға. Примерно қарайтын болсақ, міне 18.400 теңге деп көрсетіп тұр, 31,5%-ға түсіп отыр. Ары қарай да түсуі мүмкін енді. Алда аптаның жұма күні бар, ертең көреміз. Стаканды қарайтын болсақ, алып атқан ешкім жоқ, бәрі сатып жатыр. Бұл нарықтың заңдылығы, дивидендный көп. Енді Қазақтелеком рекордный Қазақстандағы дивиденд төледі. Енді қазір үлкен сатылу жүріп жатыр, ешкім алып атқан жоқ. Осыдан қарай берсеңіздер білет болады. Целевой бағасы ол 38 мың Freedom аналитикасы бойынша. Әлі күтеміз, енді ертең қалай болады екен.